Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал. Менің партнерім Қалдықыз ханым. Өзіңіздің результатыңызбен бөлісе кетсеңіз, қанша ай болды нано бальзамдарды қолданып жүргеніңізге және қандай әсер алдыңыз, қандай результаттар болды? Бөлісе кетсеңіз. Енді бұның результаты керемет. Мен 9 ноябрьден бастап қабылдадым. Бірінші кезде 4 күн бойы сустаттар, мен негізі алғаным суставым қатты ауырады. Тізем, аяқтарым қатты тілмен қақсап ұйықтатпайды. Осыны ішкен кезде 4 күнде қатты ауырдым. Аяқтарым ісіп кетті. Кішкене иә, ісіп кетті. Потом 4 күннен кейін уже аяғым қайтадан өзінің орнына келіп, бірақ аяғымды қазір Аллаға шүкір, ішкеніме уже міне 40 күн асты 40 күннен. Но лестницадан жүгіріп шығып түсіп жатырмын. Көзіме тамызып жатырмын. Көзімде нұр пайда болды. Керемет результаты. Енді бұл жүрегіңе де әсер береді екен. Жүрегім тарсылдады, давлением түсті, бауырыма да әсер етті. Бүйректерімде құм бар еді, бүйректе құмдарым бәрі кетті. Иә, бәрі жақсы. Қалай түсті мысалы бүйректегі құмдар? Менде негізі құм болғанда мен бүйрегім әсер еткен кезде былай жыбырлайды да, былай жыбырлап, қозғап, сілкіп-сілкен сияқты осындай болып сөйтіп барып түсті. Результат тамаша енді. Давлениеңізді қалай? Давлением негізі 160-150 болатын. Қазір давлением 120-да 80. Менің бір не еткенім аяғымды, мен өз аяғымның проблемасын ішкен едім. Состақтарым қатты ауыратын. Сол аяғым жақсы болды. Аяғыммен керемет 80% бар енді. Результаты жақсы. Енді әрі қарай тағы да ішемін. Әлі ішіп жатырмын. Алла бұйырса. Бұдан да керемет результаттарға жетемін. Көзім вообще күшті. Көзім бұлдырап жүретін, зрениям жақсы. Енді тамаша деп айтамын. Оған қалай тамызсыңыз? Оны тамызғанда 150 грамм суға, жылы суға жаңағы граната бар сүрет салынған не бар ғой, витализекісі, содан чайный ложканы құям. Соны чайный ложкаға кішкене 2 капля аламын да көзіме тамызам, екі көзіме де. Сөйтіп біраз тұрам. Бол жақсы болды. Мен негізі көзімнен жас ағып қатты тоқтамайтын. Менің көзім қатты рендеп кететін. Бірінші кезде тамыздым, көзімнің үстің жағынан сыздау сияқты аппақ ірің шықты, сыздау сияқты, ячмен дейді ғой. Астынан шықты, воспаление болған. Одан ірің шыққаннан кейін көзім жасарғанда қойды, ірің дегенде қойды. Жақсы. Рахмет. Өте ризамын. Рахмет. Ішкендерге Алла разы болсын.